Енді бүгін шын айтқанда халықаралық музейлер күні ғой. Иә. Енді бір жетістіктер туралы да бір айтып кететін күн ғой ерекше. Бүгін енді біз сахнада сөз сөйлегенде білесіздер, ең алдымен мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әрдайым еңбек адамдар туралы айтып келе жатыр. Сондықтан да осы музейде істейтін қызметкерлер, мыңдаған қызметкерлер музей саласында жұмыс атқарып келе жатыр. Солардың бүгін халықаралық күні. 21 күні мамыр күні біздің мәдени және өнер саласы қызметкерлерінің күні. Сондықтан да үлкен мейрам, үлкен мереке. Әрине өзіңіз де жаңа көріп отырсыз ғой, 2-3 сағаттың ішінде 5,5 мың адам осы елорда тұрғындары, қала қонақтары, ішкі сыртқы туристер келіп отыр. Өте қуантарлық нәрселер бар енді. Бізде енді тарихымызда паш ететін эксклюзивті экспонаттарымыз бар, жауһар жәдігерлеріміз бар. Сондықтан да бір ай бұрын біз осы ұлттық мұражайда палеонтология орталығын аштық. Және де қол өнершілерді қолдау мақсатында қол өнершілер орталығы ашылған болатын. Енді бүгін түнгі 12-ге дейін енді 10 мыңнан аса азаматтарымыз келеді деген ниеттеміз. Және де бір